армысыздар. Бүгін біз Сауран ауданы Шорнақ елді мекенінің тұрғыны көпбалалы анамыз Шарапат анамызбен сұхбаттасуға келдік. Өзіңізді таныстыра өтсеңіз. Менің атым Шарапат Низаева, Низа қызымын. Сауран ауылда туылғанмын. 49 жылы туылғанмын. Шорнақтағы 63 жыл көшіп келгенбіз. Содан бері Шорнақ ауылында оқыдым. Одан кейін колхозда істедім. 67 жылы 10-ды бітіріп, колхозшы болып істедім. Колхозда істеп жүріп 67 жылы 67-де бітірдім. 69-да не болдым? Ауылдық депутат болдым. Одан істеп болып, жаңа нейді анау. Ондан кейін неге бардым? Түркістанға аудандық депутат болдым. Ондан кейін Чимкентке депутат болдым. Сосын Қазақстанға депутат болдым 74 жыл. Депутат болып жүргенде халықпен бірге жұмыс істедік, жиналыстарда болдық, мал араладық, аудандағы колхоздарды араладық, передовой болып мақтада жарысқа түскенбіз, бәріне теріп істеп передовой болғанбыз. Сол үшін депутат болдық қой. Москваға конференцияға делегаттық сайлаған. Сонда жаңа жіберместен әкім мені тұрмысқа беріп жіберді. Барған жоқпын. Құда түсіп келіп алып кетті. Қазір менің 6 балам бар. Маткерейнамын. Мені тұрмысқа беріп жіберді. 71 жылы конференцияға жіберместен ауылдың жігітіне тұрмысқа шықтым. Қырғызалыларға 5 ұлым бар, 1 қызым бар, 6. 22 немерем бар, 13 немерем бар. Қазір бәрін үй жайқыған, мен немерелерім тұрмысқа шығып жатыр. Жолдасыңыздың есімі не? Жолдасым аты Әлімхан. Ақшоралы Әлімхан. Не болып жұмыс істеді? Трактор айдаған, тракторшы колхозда механизатор болып істеді. Әкім жаңа тракторшы болып істеді. Ауылдың балдарын тракторшы оқытты. Соларды тәрбиеледі. Исмаилов Низа. Анам аты Адалат. Неше бауыр болдыңыздар? Біздер 3 жыл 4 қыз болдық. Бәрі үй жай болды. Енді сіз осы Қырғызайлы әулетінің жаңағы беделді, абыройлы, үлкен келіні әрі қазір абысындарыңыз бар өзіңізбен бірге. Өзіңіздің келіндеріңіз. 5 келінім бар. Сол келіндеріңізге қандай өсиет айтасыз? Келіндеріме жақсы тәрбиелі ал деймін. Тәрбие алып, бала-шағаны жақсы тәрбиелі деймін. Оқуға үйретіп жатыр, оқып жатыр. Немерелерім 2-еуі оқуды бітірді. 2-еуден 4-еуі оқуды бітіріп қойды ғой. Балдарыңыздан сіздің жолыңызды қуған бар ма? Осындай депутат, кеңескеш, болған жоқ. еңбек етіп. Енді мына ұлықтың баласы менің қолым қуатын елгезіп жұмыс істейді қазір. Неге барып Астанаға барып бидай егіп, бидай айдап сөйтіп жатыр. Бидай егуге кетті қазір Астанаға. Сол пенеткешім, сол өзім ұқсаған, өзім тәрбиелегім қолымда. Сол балам өзім ұқсайды, өзім жақсы көрем соны. Осы айтады ғой, әкең өлсе, шешең өлсе, көзі көрген мінезінен, көзі көргенмен амандасып, менің әкеммен дос болдыңыздар, бірге өстіңіздер, ата-анамызбен. Сізден мен бата алайын деп келіп отырмын. Менің әкем жайлы бірер әңгіме айтып, әкем қандай еді, айта кетсеңіз. Әкеммен колхозда бірге істедік, ол Ізбенабад болды. Біздер соның арқасында істедік, селчік болып бақты, бидай не қылдық, мақта тердік, мақта ектік, мақта егіп, мақта шауып, сонымен бірге істегенбіз Сырлыбекпен. Көп пенетіміз сіңген бірге. Ол да істеп медалдар алған, Ізбенабад болып. Передовой болды, бригада болды, бәрін істедік қой колхозда. Колхозшының білінбейді ғой істегені. Азанда барасың, күн шықпай барасың, түнде қайтасың.